Қайырлы күн. Тез әрі дәмді болып жасалынатын пицца пісіреміз. Ол үшін табамызға жылы сүтімізді, зәйтүн майын, ашытқы, тұз, шекерімізді қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Зәйтүн майын қосу бұл жерде міндетті, себебі қамырымыз қытырлақ болып піседі. Ашыған қамырымыз бізде 1 килограммдай шығады. Теңдей 3 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып, ыстықта көтеріліп кетпес үшін шанышқымен тесіп аламыз. Жайылған қамырымызға пиццаға арналған соус қосамыз. Соусқа дәміне қарай базилик, тұз, орегано қосуға болады. Соусымызды жақсылап жағып, оның үстіне қалауыңызша кез келген салманы салсаңыздар болады. Сыр, менде жартылай кома, қатты сыр, жартылай моцарелла. Сырымызды, колбасамызды орналастырып алып, қызып тұрған пешке 250-270 градусқа 8-9 минутқа пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын, ас болсын.